Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге екі түрлі таспиқ жасап көрсететін боламын. Бізге таспиққа қажетті заттармен таныстыра кететін болсам, таспиқтың жасау тастары, бусинка, мен екі размерде жасайтын боламын. Екі өлшемде үлкен және де кішкентай. Үлкенімен 33 тастан, кішкентай түрімен 99 тастан жасайтын боламыз. Және де таспиқтың арасына салуға қажетті заттар, мен шамбаладымен де жасаймын. Осы бусинканың аты шамбала деп аталады. Және де осындай сырты жылтыр бусинка. Тастардың арасын бөлген кезде 33 немесе 11 тастың арасын бөлетін кезде қолданасыз. Және де осындай жемшік түрлері. Осының барлығын фурнитура бөлімінен таба аласыз. Қалағаныңызды қоссаңыз болады. Және де осындай арабша жазу, Аллах деген жазумен жасаймыз. Және де бізге жаңа тастардың арасын бөлетін кезде қасына қосымша сәнді ретінде осындай фурнитуралар қоссаңыз болады. Мінекей алтын түстес, күміс түстес, осындай домалақшалар қолдануға болады, кольцо секілді. Және де колпашоктар. Колпашоктың өзі түрімен де екі түрлі. Мынау жіңішкелеу түрі және оюлы, ал мынау күміс түстес, кішкене қатты, қалыңырақ. Осындай колпашоктар қолдансаңыз болады арасына. Және де Аллах деген жазуды осылайынан таспиққа ілгеннен кейін, мінекей Аллах деген жазуды ілуге қажет болатын бізге ілгек десеңіз де болады. Осындай түрлері бар. Мінекей алтын түстес, күміс түстес, қалауыңызбен жасауыңызға болады. Үлкенде көрінсін десеңіз, үлкен тастарға осындай алуға қолдануға болады, үлкенде размері. Ал кішкентайларына нәзік көрінсін десеңіз, кішкентай бөлігін қолдануға да болады. Бірақ сіз қолданатын тастың да светіне байланысты қолдануыңызға болады. Мен қазір менікі өте нәзік түсті болғандықтан, мінекей осы көк түстің қасына осы кішкентай ілгекті қолданғым келіп тұр. Сіздерге таныстыру үшін, көрсету үшін, түрлері бар екені көрсетіп қою үшін осы заттардың барлығын, бөлшектерді жайып көрсетіп жатырмын. Және де осындай фурнитуралар қолдансаңыз болады арасына салғанға. Мынау қатты күміс түстес түр, өте мықты, қараймайтын түрі бізге қажетті. Бүгін пиннің да түрлері бар. Мінекей кнопка түр тәріздес, және де шеге тәріздес, жіңішке, қалың, қаттырақ түрлері көп бөлінеді. Және де ұзын, қысқа, өзіңіздің қалауыңызша таспиқты жасайтын кезде сәндеуіңізге байланысты қолдана аласыз. Және де бізге кисточканы мен алдын ала дайындап алдым сіздерге. Бірақ алдағы уақытта міндетті түрде кисточканы жасау жолдарын саламын. Бізге кисточкаға қажетті жіптер, мінекей өзіңіз қолмен жасап алсаңыз, осы кисточка шығара аласыз. Мінекей салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыз, кисточкасы бірдей жіптері мінекей мен қолмен жасап аламын. Бұның ерекшелігі сәнді көрінеді, жалтырап. Және өзіңіз жасасаңыз кішкене арзандау түседі. Бұл бір ниткасы 500 теңге тұрады, ал бізде қазіргі уақытта бір кисточканың өзі кемі 300 теңгеге жақын. Бұның фирмасы мен атымен іздейтін болсаңыз, мінекей осындай түрі деп сақтап алсаңыз болады. Индияда шығарылған. Мынада мысалы үшін E910 деген артикулы бар екен. E910 деп сақтап алыңыздар. Артикул осы бойынша іздесеңіз болады. Артикулы жіптің E910 екен. Алдын ала дайындап алдым. Және де кисточканың сізге төбесіне колпашок қажет. Колпашокты бекітуге бізге ыстық клей қажет. Мен ыстық клейімді алдын ала қосып дайындап қойдым. Және де сіздерге айта кетейін, таспиқты жасап болғаннан кейін мінекей осындай пленкаға қаптап қойғаныңыз дұрыс. Себебі кейбір фурнитуралар қараяды. Сол фурнитура қараймас үшін, және де біздің кисточкамыз жіңішке жіптен болғандықтан бұраланып кетеді, шатасып кетеді. Сондай болмас үшін осындайға пленкаға сап қойсаңыз болады. Ал кисточкаңыз шатасып, бұраланып кеткен жағдайда сіздерге бір лайфхак ретінде айтайын. Оны шашты үтіктейтін утушокпен немесе кәдімгі киімнің үтігімен осылайынан шашағыңызды жатын қылып қойып, мына тұстарынан барлығын үтіктеп шығуыңызға болады.
сонда кисточка өзі қайтадан тегістеліп қалпына келетін болады. Ол кисточкалар кішкене жібі жіңішке болғандықтан мысалы үшін бір жабық жерлерде тұрса, қалай жатып қалса солайынан лайнан бетіп жатып қалатын болса солайынан мыжылып қалатын болады. Сол үшін пленкада сақтағаныңыз тиімді. Бізде ең бастысы бұл жерде жіп. Достар, бұл жерде жіптің менің қолданып жүрген қалың жібім кафроновый жіп деп аталады. Мынау жіңішке, бірақ мен таспиқты одан да қалың түрмен жасайтын боламын. Мінекей, қалың моншақтардың кішкене сырғылуына да жақсы. Бұл кафрон жіп болғандықтан кішкене тайғанақтау болады. Және де сіз түйіндеген кезде, бұның бір ерекшелігі, түйіндеген кезде кішкене ғана отпен тұтатып жіберсеңіз, бұл ұшы шығып кетпейтін, өзін-өзі геловый клей сияқты болып жабысып қалады. Мен сол себепті осындайды қолданамын. Бұл бір бабинасынан өте көп таспих шығара аласыз. Мен бұны көргенім, спецовкалар тігіп жатыр, арнайы формалар тігіп жатыр осы жіптермен. Және де аяқ киім тігіп жатқандарды көрдім. Бұл мықты жіп. Сол үшін осындай мықты жіппен жасасаңыз, таспихыңыз шашылып кетпейтін болады. Енді сіздерге қазір мен дайындап қойған, алдын ала дайындап қойған кисточкаларды колпашокқа қалай бекітеміз, соны көрсетейін. Мінекей ыстық клейді, міне ыстық клейімізді колпашоктың ішіне құятын боламыз. Мінекей 2 рет бассаңыз жарайды. Колпашоктың кішкене ішін толтырғаннан кейін мінекей кисточкаңызды ішіне кіргіземіз. Достар, бұрап отырып кіргізгеніңіз тиімді, себебі кисточка кішкене шашыраңқы болады, жіп болғандықтан жан-жағына шығып тұрады. Бұрап кіргізетін болсаңыз, клей өзін ішіне қарай кіргеннен кейін ұстап қалып, жібермей тұратын болады. Мінекей көк түсінен жасыл түспен жасасаңыз да мінекей осылайынан жасап алуыңызға болады. Ендеше мен қазір таспих жасауға инемді алдын ала сабақтап алғанмын дайындап. Достар, ендеше таспихымыз жасауды бастаймыз. Ең біріншіде 11 моншағымызды тіземіз. Үшеу. Мінекей алғашқы 11 моншағымызды тізіп алды. Енді бізге ортаңғы бөлігін жасау қажет болады. Ортаңғы бөлігін жасау үшін мінекей моншақты, колпашокты моншақты біткен жағына қарай жасайсыз. Және де ортаңғы бөлігіміз мінекей, және де колпашокты келесі моншаққа дайындап қоясыз. Ортаңғы бөлігім сонда осылайдан тұрады. Тағы да 11 тас аламыз. Колпашок кигізіп, тағы да 11 тас аламыз. Мінекей 11 толық 33 моншағымызды өткізіп шықты. Енді мен бұл жерде осы түсі нәзік түс болғандықтан және де күміс түстес бөлімдер жасағандықтан мен осы нәзік бөлімден алғым келіп тұр, күміс түстес. Енді артық жібімізді қырқып алып тастаймыз. Және де кішкене моншақтар таспихты аударған кезде сырғылып тұруына көмегі болатындай бас бармақтың басындай ғана осындай бөлшек қалдырамыз. Қатты ашып жіберіп қажеті жоқ. Кішкене ғана бөлік қалдырсаңыз жеткілікті. Мінекей. Қатты тартылмаған.
Мінекей достар, таспихымыздың негізгі бөлімі дайын. Енді мен бұған жаңа айтқандай арабша жазуымызды бекітетін боламын. Ол үшін бізге осындай домалағымыз қажет. Мінекей ортасын ашып жазуымыздың осындай бөлшегіне өткіземіз. Арнайы ілуге арналған ілгегі, және де осы ілгекке алып кеп ілесіз. Осылайынан бекітеміз. Мінекей қысыңқырап орнатыңыз. Енді біз кисточканы орнатамыз. Мен кисточканы орнатпас бұрын арасына кішкене осы моншағымыздан қайтадан сәнді болсын деп моншақтан қосып жібергім келіп тұр. Ол үшін мен қатты пинді аламын. Пиннің басын осылай алып тастасаңыз болады. Пинді алып тастаймын. Мінекей пинді осылайынан орап жазуымыздың мына бөлшегіне кіргіземін. Мінекей көтеріп отырып жапсаңыз, пин бекітіп тастайды. Мінекей бекіттім. Домалақша етіп. Енді осы жерге осы моншағымызды кіргіземін. Оны мен сәнді көрінісінде осылай капашокпен біріктіремін. Енді оны орап жабатын кезде мына жерге мен шарик орната салайын. Кішкене кисточканың басындағысы кіргізетін жері қалыңдау болып тұр. Мінекей пинді осылайынан жоғары көтеріп домалақтап отырып бекітіңіз. Мінекей осылай жанынан қыссаңыз. Бекітілді. Енді осы домалағымызды ашамыз. Өте қатты болғанда кішкене қаттырақ итеріп ашасыз. Енді кисточкамыздың орнататын бөлігіне кіргізіп жабасыз. Мінекей өте әдемі кисточкамен жасалған таспихымыз дайын. Оны сіз офисқа алып қойсаңыз да, үйіңізге алып қойсаңыз да, және де машинаға ілуге, жақыныңызға сыйлыққа беруге таптырмас. Өте таспих қасиетті зат болып табылғандықтан таптырмас сыйлық болады. Осылай оңай әрі тез жасап, жақыныңызды қуантыңыз. Достар, екінші таспихымызды жасайтын боламыз. Бұл жерде уже кішкене жібімізді ұзынырақ аламыз. Себебі 99 моншақты тіземіз. Ендеше алғашқы 33 моншағымызды тізейік. Мінекей достар, алғашқы 33 моншағымызды таспихтың моншағын тізіп алды. Енді келесі кезекте мен капашокпен бөлігін жасағым келіп тұр. Бұл жерде капашокты керісінше моншаққа орналастырғым келіп тұр. Моншаққа қарай. Одан кейін шамбала капашокты мінекей екінші моншақтың тізетін жағына қарай ашып қоямын. Қараңыздар, міне капашокты тізгеннен кейін моншағымыздың әдемі болып өзгерді. Енді екінші 33 тасымыз тіземіз. Мінекей екінші бөлігі
ортаңғы бөлігі мінекей өте әдемі болып тұр. Тағы да капашокты моншаққа қарай орнатамыз. Шамдана және тағы да келесі бөлікке қарай капашокты орнатамыз. Тағы да 33 тас тіземіз. Мінекей достар, 99 моншақты тізбектеп алдым. Бірақ достар, бұл жерде екі қабат жіппен жасаймыз. Екі қабат жіп қып жасаймыз. Себебі біз қазір кисточка қоймаймыз болған. Сол үшін мына әр жіптің бір бөлшегінен моншақпен кисточка жасайтын боламыз. Сол үшін бізге қазір 4 бөлімі керек жіптің, 4 ұшы болу керек. Сол үшін екі қабаттап жасаймыз. Және де кішкене ұзынырақ қып аласыз. Артық бөлімі ұзынырақ болу қажет. Артық жерін қырқып алып тастаймыз. Енді қолымызбен кисточка жасайтын боламыз моншақпен. Алдымен бір бекітіп аламыз. Мінекей осылай бекітіп алдық. Енді кисточка жасауға кірісеміз. Мінекей достар, 4 жіптің ұшынан, әр жіптің ұшына осылай инеңізді кіргізіп аласыз сабақтап. Және де енді біз моншақпен шашақ жасайтын боламыз. 3 моншақты аламын мен. Және де колпашокты кигіземін. Бұл жерде уже кішкентай фурнитуралар қолданғым келіп тұр менің. Себебі шамбала грубый көрініп кетеді. Тағы да колпашок, тағы да 3 моншақ. Тағы да колпашок кигізіп, екі бөлімнен құрағым келіп тұр. Колпашок кигіздік. Енді тағы да фурнитура. Енді тағы да колпашок кигіземіз. 3 моншақ. Мінекей, осында кисточка жасайтын боламыз. Әр бөлімнен осында кисточка жасап бекітеміз. Енді бекіту үшін ең соңына осындай кішкентай сары бекіткішпен бекітсеңіз болады. Мінекей достар, 3 моншақтан осылайнан кисточка жасап шықтым. Енді бізде 4-ші бөлігін осылайнан бекіткіш ретінде айналдырып, міне моншақтардың бәрінен белінен буып, міне осылайнан ширатып тартып бекітесіз. Бізге 3 моншақтың өзі әдемі көрінеді, 4-ші грубы көрініп кетейін деп тұр. Мінекей, осылайнан бекітіп, тағы да бір байлап жібересіз, құр жіптің өзін айналдырмай. Артық жіпті қырқып, кішкене отпен күйдіріп жібереміз. Мінекей достар, өте әдемі ұзын таспиқ шықты. 99 тастан құралған. Мінекей, қолыңызбен моншақтың өзімен осылай шашақ жасауға болады. Өте әдемі болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, подписка жасап, комментарий жазып, лайк басып, өз ойыңызды қалдыра кетіңіз.